Қымбатты апа жезде, бүгінгі асқаралы 60 жастың асуына шыққан мерейтойларыңыз құтты болсын. 60 жас әр адамның өз өмірінің бел ортасын бағындырып, ақылын айтар ұрпағының бақытына бөленер дер шағы. Аллаға шүкір, ақыл тыңдар ұрпағыңыз бар. Сіздер сонау жалынды жастық шақтан бері өмірдің бар белесін бірге бағындырып, ұл өсіріп, қыз сүйіп, бақытты отбасы болып келесіздер. Өмірдегі ең басты мақсатта ұрпақ өсіріп, жапырағы жайылған әулет болу емес пе? Сіздер де Абзалдай ұл мен Зейнегүл, Айдана, Меруерттей қызғалдақ қыздарыңызды өсірдіңіздер. Қиындық, қасіретсіз өмір бола ма? Қазір Зейнегүл бауырымыз өкінішке орай ортамызда жоқ. Бір Алла өзінің панасына алды. Иманы жолдасы болғай дейміз. Спорт жаттықтырушысы ретінде еңбегімен еліне танымал болып келе жатқан, атына заты сай, ақылды, сабырлы, Абзалдай ұлыңыз бен Абзалдың бағына бақ болып қосылған келініңіз Эльмира, екеуінің түтетіп отырған отбасы, міне сіздердің бүгінгі мерейтойларыңызды салтанатты кешке айналдыруға себепкер болып отыр. Бүгінгі күнді той етіп, шапқылап жүрген балаларыңыз Абзал мен Эльмираға, Ержан мен Айданаға, Меруетке рахмет дейміз. Жездеміз сайлау болса, көзін тырнап ашып, жарық дүниеге қадам басқаннан, темір көліктің бұлағында ойнауды мақсат еткен екен. Міне әлі күнге дейін сол көліктің рөлінің құлағында ойнап келеді. Апамыз Гүлнар Ойылдағы балалар кітапханасында міне 40 жылға жуық кітапханашы болып еңбек етуде. Бұйырса, зейнеткерлік жастың да ауылы алыс емес. Сол жақсы кезеңге амандықпен жеткізгей. Гүлнар апамыз біздің үйдегі 5 қыздың үлкен екенін білесіздер. Артынан ерген сіңілеріне бағыт бердіңіз. Жиылған ортада әдемі әзіліңізбен езуімізді күлкіден жиғызбайтын, өзіңізге ғана жарасатын дара мінезіңіз бар. Айналаңызды осылайша қуанышқа бөлей беріңіз. Апа жезде, бақыттың базарында, байлықтың назарында болып, әр күніңіз дәл осындай той болып, ашық болсын аспаныңыз, бақыт болсын тосқаныңыз деп тілейміз. Балаларыңыз, айналаңыз, немерелеріңіз аман болып, шөберенің қолынан су ішер күнге де бірге жетіңіздер. Жақсы күндеріңіз еселеніп көбейе берсін.